Желтоқсан оқиғасы 1986 жылы 16 желтоқсан күні небәрі 18 минутта өткен. Қазақстан Компартиясының орталық комитеті Дінмұхамед Қонаевты қызметінен босатып, орнына қазақ жерінде туған орыста емес, тіпті қазақ халқы туралы ештеңе білмейтін Геннадий Колбин тағайындалды. Колбин тағайындалған күннің ертесіне қазақ жастары сол кездегі Брежнев алаңына Қазақстанға қазақ басшы, әр халыққа өз көсемі деген ұрандарымен менің Қазақстаным әнін айтып алаңға шықты. Таңғы сағат 8-де 300-дей адам жиналып, кешкісін жиналғандар саны 20 мыңнан асып жығылды. Алаңдағы жастарды тоқтату үшін жастарға қарсы бұрқасын 86 атты құпия жедел жоспар жасалынды. Бұл жоспарда алаңға жиналған жастарды аяусыз жаныштап тоқтату шаралары ұйымдастырылған еді. Қыстың қақаған аязында алаңға жиналған студенттерге қарсы өрт сөндіруші көліктермен суық су шашқан. Оған қоса арнайы дайындықтан өткен адам талағы шиттерге талатқан. Сондай-ақ тәртіп сақшылары сапер күрегімен, дубинкалармен ұрып асқан қатыгездікке барды. Қолға түскен жігіттер мен қыздар қақаған аязда зорлықпен қар үстіне жатқызылды. Бұндай сұмдықтан соң көптеген жастар жарақат алды. Жүздеген адамның құрбан болғаны айтылғанмен әлі де дәлелденбей келеді. Осы көтеріліске қатысқан 99 жас азамат сотталып, 264 студент оқудан шығарылып, 2 адам өлім жазасына кесілді. Желтоқсан оқиғасы Кеңес одағының ыдырау себептерінің бірі болып, әлемдік тарихта терең із қалдырған оқиға болды. Желтоқсан қаһармандары Ләззат Асанова 1970 жылы 27 шілдеде қазіргі Жетісу облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. 86 жылғы 16 желтоқсанда болған қазақ жастарының азаттық көтерілісіне белсене қатысқан. Ләззат алаңға алғашқы болып барушылардың қатарында болып, қазақтар кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміздің тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат боламыз деген ұранмен жастарды жігерлендіріп жүрген. Алайда көтеріліс күшпен басып жанышталғаннан кейін Ләззаттың мәйіті музыкалық училищенің жатақханасынан табылған. Оның өлімі туралы мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып жатақхананың 5-ші қабатынан құлап өлді деген қауесет таратылған. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің адамдары Ләззаттың жерлеу рәсімін барынша жылдам өткізуді бұйырған. Алайда анасы оған қарсы болып, Ләззатты жерлеу алдында денесін ашып көргенде оның денесі сау екендігі, тек шүйдесі ғана ойылып кеткендігі анықталған. Ләззаттың 70 мен 40-на жайған дастарханнан ешкім кеп ауыз тимеген. Себебі кім келіп дәм татса, сол адам кінәлі. Халық осыдан қорыққан. 1997 жылы бас прокуратураның тексеруімен Ләззат Асанова ақталып, 2004 жылы халық қаһарманы атағына ұсынылған еді. Өкінішке орай бұл атақ берілмеді. Қайрат Рысқұлбеков 1966 жылы 13 наурызда Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында дүниеге келген. Ұлт азаттығы мен теңдігі жолында құрбан болған азаматтардың бірі. Қайрат Рысқұлбеков көтеріліс барысында бір милиционерді қазақ қызын ұрып, шашынан сүйреген үшін аямай ұрып сабаған. Қайраттың көтерілісте жасаған бар әрекеті осы ғана. Бірақ тергеушілер Қайратқа сан түрлі айла қолданып, оны адам өлтірді деп айыптап, сот үкімімен өлім жазасына кесілді. Сотта соңғы сөз берілгенде: Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар деп сот үкімін қасқайып қарсы алған. Бірақ өлім жазасы өзгеріп 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылған. Белгісіз себептермен Семей түрмесіне жеткізіліп, 1988 жылдың 21 мамырында түрмеде жұмбақ жағдайда қайтыс болды.